$3000, $5000 арзан көліктердің бағаларына шолу жасамақ. Highlander тұр міне 2007 жылғы дейді, үшінші қатары бар дейді, $3000. Мынандай Camry'ді $2000 алуға болады. Қазір барсаңыз бұны $2500 алып кетуге болады. $2600. Проблемасы жоқ, жүріп тұр дейді. C-класс Mercedes, проблемасы жоқ, $2900. Бұны тағы түсіруге болады. Бұл 200 мыңнан артық жүргеннен кейін сол бағасы түсіп кетеді $3000. Бағасы өте жақсы деп ойлаймын. $5400 2015 жылға. Мына машинаны қарап көріп, мүмкін 2000 одан да төмен алуға болады. Армысыз ағайын, Америкада $3000, $5000, $7000, яғни $10,000 дейінгі көлемде қандай көліктер алуға болады. Яғни арзан көліктердің бағаларына шолу жасамақпыз. Әрине, жаңа көліктер туралы білгіңіз келсе, осы көліктер туралы серияның бірінші бөлімін барып көріңіз. Мен оны астында сілтемеде қалдырам. 30 мыңнан 25 мыңнан жоғары көлемдегі жүрілген көліктер туралы көргіңіз келсе, осы көліктер туралы серияның екінші сериясын барып көріңіздер, екінші бөлімін яғни. Ол жерде оны да сілтемеде қалдырам, немесе менің каналымды ашсаңыз, каналымның ішінен тауып аласыздар. Енді бүгінгі үшінші бөлімді, сол басында айтып өткендей, 10 мыңға дейінгі аралықта көліктерге арнамақпын. Себебі көрермендердің сұранысы солай. Неге көліктер Америкада өте қымбат, неге тек қымбат көліктерді түсірдің дейді. Мен барған дилерлер, олар негізі тек қана таза, яғни еш жерде соғылмаған, ешқандай суға батпаған дегендей, пробег дейді ғой, енді сондай жүрген километражы төмен көліктерді сатады. Негізі Америкада километражы төмен көліктер, яғни бұл жақта майлдж деп айтады, өте қымбат болады. Ал енді бізге Қазақстанға барып жатқан көліктердің барлығы, көбісі, барлығы деп айтпай ақ қояйын, 200 мың, 300 мың, 400 мың мильден асқан көліктер, яғни сондай жүргеннен кейін, біздің Қазақстанға жеткізгеннен кейін оның пробегін артқа қарай айландырады да сатады. Сондықтан бізге көбінесе Қазақстанда көлік арзан сияқты көрінетін себебі сол. Егер Америкада да 2020 жылғы болсын көліктерді 250 мың жүрген болса, оны өте арзан бағаға сатып алуға болады. Ол әрине жүрмейді деген сөз емес, жүре береді. Бірақ сервистің қымбаттығынан, жұмыс күшінің қымбаттығынан адамдар ескі көліктерден қашады. Тек жаңа көліктер алып мінгісі келеді. Жаңа көлік мінгенде бас ауруы аз, яғни оның кепілдемесі бар заводтан. Сондықтан да бұл жақта пробегі, яғни жүрген жүрісі 100 мың, 150 мың, 200 мыңнан асқаннан кейін көліктердің бағасы бірден төмендеп кететін. Сол алдыңғы енді 2 видео түсіргеннен кейін жиған тәжірибем бойынша, мен тек көліктерді аралап жүрсем, видео ұзарады, бірақ өте көп ақпарат бере алмайды екенмін. Сондықтан интернетпен, яғни экранды көрсетіп отырып, бағаларды қарап шықпаппын. Себебі осы интернеттегі экранда көрсеткен бағалар негізі нақтырақ, бүгінгі күнгі бағаларға солар жақындау келеді. Дилерлерда, яғни автосалондарда тұрған көліктер, олар негізі қымбат баға жазып қояды, бірақ шынымен барып келіссең, сөйлесе келе, олардың бағасында біраз төмендетуге болады. Егер осы мен түсіріп жатқан видео, яғни контенттер көңіліңізден шығып жатқан болса, бас бармақты басып жіберсеңіз және каналға жазылсаңыз жақсы болар еді. Көліктердің бағаларын білуге дайын болсаңыздар, кеттік. Комментарийлерді қарап отырсам, каналымдағы $3000-ға, $5000-ға не алуға болады Америкада деген сұрақ жиі қойылады. Ол сұраққа жауап беру үшін мен бүгін онлайн шолу жасауға жөн көрдім. Себебі мен барып та көре алатын едім мына көліктерді, бірақ мен барып көрсем, уақыт көбірек кетеді, мен азырақ көлік көре аламын. Себебі мына көліктердің бәрі бір жерде тұрған жоқ. Мысалы, мынау басқа бір адресте, мынау басқа жерде, мынау басқа жерде, яғни менің уақытым барлығы кетеді. Біз азырақ көлік көріп қаламыз. Сондықтан мен онлайн көрсетуге бел байладым. Бірақ болашақта мен осы көліктерді жеке-жеке барып та көрсете аламын. Яғни жағдай, состояниесі қандай, қандай проблемасы бар. Ол туралы да видеолар болады болашақта. Алла бұйырса, бүгінгі уақытқа жалпы төмен бағаға қандай көліктер аламыз, соны көріп шығайық. Мен әрине бұл үшін Facebook'тағы, яғни маркетплейсті пайдаланамын. Бұл өте оңай әрі ыңғайлы. Мен енді бағаны былай қойдым, 3000-ға дейін, және тек Toyota деп қойдым. Себебі мен қазір барлық көліктерді қарасам, онда Ford'тар, яғни Ford, Mercedes, мынау BMW, олар өте арзан, олар көп шығып кетеді. Мен енді бізге белгілі Toyotаларды қарағым келіп тұр. Баға 3000-ға дейін, 3000-нан кейін, яғни 5000, 6000, 7000-да көреміз. Мында Matrix дейді. Мына Toyota, бұл енді Қазақстанда да бар деп ойлаймын. Бұл Corolla'ның базасында жасалады. Toyota Matrix деген. Мынау енді Corolla 2005 жылы. Бұны жақсы білесіздер. Мында Camry тұр. Бұның бір проблемасы бар болуы мүмкін. Ашық уақытымды алмай ақ қояйын. Мында Toyota бар екен. Міне Camry, біз білетін 20-ка тұр. Міне 2004 жылғы Camry тұр. Міне Matrix тұр. Міне тағы бір Camry тұр. $3000-ға тіпті Highlander бар екен. Мінекей,
Highlander 2,5-ға дейді. Мында Camry тұр. Қысқасы, міне, біз білетін көліктердің барлығын ашып шығайын. Мынау не дейді? Бұл 169 мың жүрген дейді. Matrix $2350. Міне, іші кір екен. Әрине бұны әдемілеп тазалап жүрсе, жүреді деп ойлаймын. Жаңбырдан кейін не істеген? Мүмкін боялған шығар. Боялған сияқты көрініп тұр маған. Бірақ қысқасы, осындай 2004 жылғы Matrix-ті $2000 айналасында алуға болады. Corolla тұр. Мынау енді боялған, ұрылған машина екен. Ол көрініп тұр. Механика болғаннан кейін арзан екен бұның бағасы. Механиканы бұл жақта көп айдамайды. Мына қалпақтары тіпті ұнап тұрған жоқ маған. Міне, көріп отырсыздар, механика екен. Бірақ іші таза екен. Мына қалпақтарын ауыстырып жіберсе, түрі кішкене дұрысталар еді. Бағасы $3000. 2005 жылғы Corolla. Camry өзімізге белгілі 99 жылғы. Бұны не дейді? Халық 20-ка деп айта ма? Біраз кішкене шаршаған, қалпақтарын әдемі ауыстырып жіберсе жақсы болар еді. 135 пробегі өте аз екен. Өте жақсы дейді. Аз жүрген дейді. Дөңгелектері де жап-жаңа дейді. Қысқасы, жағдай тамаша деп мақтап тұр. $2800. Менше сәл қымбаттау, бірақ 2000-нің айналасында алып кетуге болады, 2200-ге деп ойлаймын. Міне, Camry 30 тұр. 2004 жылғы 30. Көріп отырсыздар, Алматыда өте танымал көлік бұл. 275 мың жүрген екен. Бұл үшін ол көп емес. Check engine ештеңке жанып тұрған жоқ. Барлығы керемет дейді. Clean title дейді. Мінекей, қысқасы ешқандай барлығын ауыстырғам дейді. Тіпті анау прокладкалар бар ғой, головка, соның бәрін ауыстырып қойдым дейді. Жаңа дөңгелек. $3000. Бағасы $3000. Міне, Matrix тұр. 2005 жылғы. Бұл да айтады, бұны көп пайдаланбаймын дейді. No longer need to use, everything works. Бірақ барлығы жап-жаңаны ауыстырғам дейді. Ананы істедім, мынаны істедім дейді. 180 жүрген. $2900. Міне, алдында көрермендер айтып жатыр еді, Америкада көлік қымбат екен деп. Мінекей, арзан көліктер. Жеке адамдардан барып алсаңыз, осындай міне арзан көліктер алып аласыз. Мыналардың көбісі жеке адамдар. Үйлерінің алдында сатып тұр. Бұлар өте арзан сатады. Тауып алуға болады міне. 2001 жылғы, бұл не, 25 дейміз ба, 2 адам дейді, clean title дейді, барлығы керемет дейді, $2200 дейді мына көлік. Орындағы енді кішкене несі бар екен, бірақ күнде жұмысқа барып келгенге ішін жақсылап тазалап жүрсе, болатын көлік деп ойлаймын. Мысалы, Highlander тұр, міне, 2007 жылғы дейді, 3-ші қатары бар дейді, $3000. Проблемасы бар ма? Used transmission дейді. Коробкасын ауыстырғам дейді. Бірақ коробкасын ауыстырғанмен дұрыс қосылмай тұрған сияқты, бір нәрсесін дұрыс істемеген сияқты деп қысқасы. Жауабымен сондай өтеді. Мен оған уақытым жоқ дейді, қысқасы коробкасын жөндеп жүретін. Осындай не, қысқасы коробка алып сала салуға болады қайтадан мынаған, егер ауыстырылатын болсаңыз. Дұрыс емес коробка алып қалған ғой, бушныйдан. Бұл жақта коробканы шешіп салған жұмысы өте қымбат, сол үшін бұлар онымен адамдар көп айналысқысы келмейді. Сол үшін егер сіз өзіңіз коробка айырбастай алатын болсаңыз, шешіп салу. Мынаны $3000 деп тұр, 2200-ге алып кетуге болады. Сөйтіп $500 коробка алып салып алып айдап жүрсеңіз болады. Міне, тағы да бір Camry 2003 жылғы 270 мың жүргеннен кейін арзан сатып жатырмын дейді. 270 мың деген Америка үшін өте көп саналады, бірақ міне жағдай жаман емес, соғылмаған, бәрі жақсы екен. Бұның бағасы $2000. Міне, мынандай Camry'ді $2000-ға алуға болады. Matrix тұр, міне, Highlander тұр, Sienna тұр, мінекей, арзан. Қысқасы, арзан машиналар өте көп. Міне, Matrix тұр, Yaris тұр, міне. Соғылған Camry тұр. Міне, тағы да бір Camry. Prius тұр. Міне, Corolla $3000-ға. Sienna бар екен. Міне, Camry 25 тұр. Мына 40 енді бұл өтірік сияқты бағасы. Ашып көрейін. Міне, мынау арзан болып тұрған себебі 2007 жыл 300 мың жүрген дейді, 350 мың жүрген дейді. Пробег көп дейді, бірақ өте керемет, ешқандай run solid дейді, ешқандай проблемасы жоқ дейді. Жағдай жақсы екен.
Маған мысалы мынау ұнап тұр. Пробег көп демесеңіз, ешқандай соғылмаған $3000. Мынаны алуға болады. Міне Highlander 2007 жылғы Highlander $3000. Мынаны Қазақстанға алып келіп, моторын лақтырып жіберіп, басқа мотор салса, әлі талай өмірі бар машина ғой мынау. Sienna тұр мінекей. Бұл excellent дейді. Ешқандай проблемасы жоқ дейді. Бірақ радиаторды ауыстырып жіберу керек дейді. Сол үшін арзан сатып жатырмын дейді, $2,500. Радиатордан су ағады дейді. Сосын head gasket деген, яғни головка прокладка, соның да проблемасы бар сияқты. Бірақ сиденьялар, орындықтары жақсы екен, $2,500. Міне Ярис, кішірек қана, өте жақсы дейді. Проблемасы жоқ дейді, жүріп тұр дейді. Мына жерлерін қарасаңыз, міне ұрғаннан кішкене коррозия басталған екен, міне астында. Сол үшін арзан сатып жатырмын дейді. Аздап коррозия бар дейді. Бірақ технически өте жақсы дейді. $1,800, 2009 жылғы машина, $1,800. Міне Camry 2003 жылғы. Қысқасы осы, ағайын, мен бұлардың енді әрқайсысын қарап отырмайын. Міне мынау Sienna дейді, бұл да ешқандай проблемасы жоқ дейді, керемет дейді. Сондай баға. Міне Camry, артымнан жер ұрылған екен, $3,000. Мына машинаның проблемасы Camry'дің чек энжин жанып тұр дейді. Мына гибрид батарейдің, мына гибридный екен, соның батарейдің несі жанып тұр дейді. Сол үшін $1,700 беріп жатыр. Былай көре салайық қалғандарын, иә. Қысқасы міне Camry $3,000 2002 жылғы, 2007 жылғы міне 98 жылғы 20 Camry міне $2,500. Қысқасы міне $3,000-ға тәп-тәуір аяқ артып жүріп барып келетін көлік алуға болады. RAV алуға болады 2002 жылғы, $2,500 алуға болады. Қысқасы ағайын, міне керемет, әртүрлі жақсы Toyotаларды алуға болады осы бағаның айналасына. Енді мен сіздерге Lexus көрсеткім келіп тұр, себебі Toyota мен түсінікті сияқты, иә. Тіпті міне Corolla, Camry, 30-дарды дұрыс 30 алуға болады. $3,000-ға дейін жүріп тұрған $2,500 алуға болады, иә. $3,000-ға дейін қандай Lexus келеді? Кәне, ашайық. $2,500-ға мынандай RX алуға болады екен. LX алуға болады. Міне $2,500-ға біз мұны бірінші поколение дейді ғой, ескі RX-тар алуға болады екен. Әр түрін. Міне RX-тар тұр. LX тұр. Мынау ES алуға болады екен, міне. Кәне, мен бұларды ашып көрейін. Мына Lexus міне 270 мың жүрген дейді. Сырты әп-әдемі, міне. Ешқандай міне орындықтарда жыртылмаған. Clean title екен. 270 мың жүрген дейді. Кейде оталмай қалады дейді мынау. Не екен білмеймін дейді. Бәрі керемет болған, жүріп тұрған дейді. Бірақ арасында оталмай қалатын проблемасы бар екен. Сол үшін $2,500-ға сатып жатыр. 2002 жылғы, бұл не дейді? Бұл ешқандай не жазбаған, бәрі жақсы жүріп тұр дейді. Келесін көрейік. Кейде коробкасын түсінбей жатырмын дейді, кейде коробкасы арасында сілкіп қалады дейді. Қысқасы коробкасында проблема болуы мүмкін сияқты мына машинаның. $3,000 тұрады екен 2007 жылғы. Бұны алып, коробкасын лақтырып жіберіп, $500-600 коробка саласа, 2007 жылғы RX 350 алуға болады міне. Коробкасында проблемасы бар машина. Қысқасы мен арзан деп ойлаймын бұны $3,000-ға. Қазір барсаңыз бұны $2,500 алып кетуге болады. Қазір жүріп тұр екен, үйге айдап кеп, үйде асықпай коробка айырбастап жібересіз. Мынау пробег өте көп дейді, бірақ жағдайы өте жақсы дейді. Расымен де жаман емес. Міне кузовы да әп-әдемі екен. Міне мына машинаны да алуға болады деп ойлаймын мен. $2,600-ға ешқандай несі жоқ. Проблемасы жоқ, жүріп тұр дейді. Тек пробегі ғана 300 мың дейді, сол үшін бағасы арзан дейді. Бағасы $2,600-ға сатып жатыр. Мынау міне 98 жылғы $2,500. Бұл неге ондай қымбаттау? 172 мың жүрген екен, пробегі аздау дейді. Міне суретін көрсетіп отырмын. Іші әп-әдемі, $2,500. Бұны тіпті 2100-2000-ға дейін түсіруге болады. Міне қарасаңыз, міне жүргізушінің орындығының өзінің кожасы қандай әп-әдемі. Сондай жағдайы жақсы екен, таза ұстаған машина екен. Маған мысалы мына көлік ұнап тұр міне.
жалпы жағдай өте жақсы екен. 2,5 мың доллар дейді. Бұнымен сөйлесіп, келісіп, одан да түсіріп алуға болады деп ойлаймын. Мына адамнан. Енді жұмысқа барып келгенге күнделіктіге өте жақсы деймін. 2,000 долларға алып алса, жүреді. Өткен жағдай жақсы екен. Міне, тағы да бір 200 мыңда жүрген екен. RX. Күнде айдап жүрмін дейді. Ешқандай проблемасы жоқ дейді. 200 мың жүрген. Не? Айыбы орындық екен. Орындығын ауыстырып жүруге де болады ғой. Бірақ VVTi дейді. Нелер жақсы екен. Қысқасы 2700 доллар. Мынау да сондай 220 жүріп тұрған. Қысқасы, міне көріп отырсыздар. 2,5 мың долларға әп-әдемі RX немесе ES алуға болады. GS та шығып қалады. Міне ES 1000 долларға тұр. Көріп отырсыздар ағайын. 3000 долларға тәп-тәуір көлік алуға болады. Clean Title дейді. 2650 доллар. Барлығы жақсы дейді. Жүріп тұрмына бамперін бояп жіберу керек сияқты. Одан басқа несі бар? Міне орындық екен. 2650 жүріп тұр, проблемасы жоқ дейді. GS міне бір ақ адам айдаған дейді, керемет, ешқандай проблемасы жоқ дейді. 1500 доллар GS. 300. Бірақ енді мынау сырты кішкене бояу керек сияқты, күнге оңып кетіпті. Жалпы жаман емес. 3000 долларға дейін осындай көлік алуға болады. Енді мен мысалы, білмеймін, қасасында көп мінетін машина Mercedes 3000 долларға дейін қандай Mercedes алуға болады көрейік. 2003 жылғы мына Mercedes C-класс дейді, C-шка деймі. Соны алуға болады екен, 2900 долларға алуға болады. 99 жылғы E-класс дейді, яғни E-шка. Оны 2,5 мың долларға алуға болады, міне. Mercedestер бұл жақта көп арзан болады. ML алуға болады екен 3000 долларға. ML алуға болады, міне. 2,5 мың долларға ML алуға болады екен Mercedes. 97 жылғы Mercedes 2800 доллар дейді. Кәне, мынаны көрейік. Мынау ешқандай проблемасы жоқ, жүріп тұр дейді қазір. C-класс Mercedes, міне, іші де тәп-тәуір. Неге бұлар арзан болады? Mercedestер өйткені сервис қымбат Америкада, сол үшін. Орындықтары да тап-таза, проблемасы жоқ. 2900 доллар. Бұны тағы түсіруге болады. 2009-ға, 2003 жылға C-шка Mercedes. Міне, 183 мың дейді. 99 жылғы Mercedes, міне. 2,5 мың доллар. ML. Ешқандай проблемасы жоқ дейді. 2008 жылғы ML. Бұл 200 мыңнан артық жүргеннен кейін сол бағасы түсіп кетеді 3000 долларға. Міне ML тұр. 125 мың жүрген дейді. ML 500 дейді. 5 литр екен. Ешқандай проблемасы жоқ дейді. 5 литр. Міне. Әп-әдемі. Пробегі де аз. Ешқандай несі жоқ. Міне. Проблема мына жерінде сынған екен бамперінің асты. Болды. Осының бағасы 2,5 мың доллар. Міне тұр. Mercedes 130 мың ғана жүрген екен. 2800 доллар дейді. Бұл жақта Mercedestер иелері тек 320 болады. 2,8 дегендер болмайды Америкада. Міне, жалпы жағдай осы. Енді машинаның түрлері өте көп. Toyotадан басқа не алуға болады? Мысалы, Subaru алуға болады. Subaru қандай алуға болады, Міне 2400-ге, Legacy 2007 жылға. Forester 2900 долларға алуға болады, 2006 жылға. Міне 3000 долларға 2008 жылғы Subaru алуға болады. Outback алуға болады екен, міне. Сондай арзан бағаға. Қысқасы, міне. Мынау ешқандай проблемасы жоқ дейді. Мынаның гур туралы айтып жатыр. Кішкене сол жақта не бар, бірақ жалпы жүріп тұр, ешқандай проблемасы жоқ дейді. Гидроусилителінде кішкене дыбыс шығарады сол. Қысқасы гурды ауыстыру істеу керек. 2008 жылғы 2,5-3 мың доллар.
Subaru. Бірақ іші бәрі тап-таза екен. Кузовы да, мысалы мына Outback тұр, 2,5 мың долларға. Мынау оталмай тұр дейді, сол үшін арзанға бере салам дейді. Міне, Outback. Жүріп келген дейді, тоқтап өшіп қалды. Мүмкін стартер шығар, мүмкін аккумулятор отырып қалуы мүмкін. Басқа да проблема болуы мүмкін. Енді білмеймін, бірақ 2,5 мың доллар. Мына машинаны қарап көріп, мүмкін 2 мың одан да төмен алуға болады. Оталмай тұрған үшін 2010 жылғы Outback арзан беріп жатыр. Мынау жүріп тұрған екен барлығы. Бұның бағасы 3 мың доллар. Қысқасы осы, қазір мен бағаны көтерейін, 3 мың долларға дейін осындай жақсы машиналар алуға болады. Енді қайтадан Toyota'ны аштым. 6 мың мен 3 мыңның ортасында қандай көліктер алуға болады. Соны ашайық енді. Көрейік. Сәл бағамызды көтердік. Енді қысқасы 4-5-ке. Әп-әдемі Yaris тұр мінекей. Camry дейді, бұл енді өтіріктеу. Міне 2000 жылғы Solara дейді. Yaris тұр, 2007 жылғы Yaris. 4,5 мың доллар дейді. Corolla 3600 дейді мінекей. Camry тұр, 2009 жылға 5200 долларға. Мынау 2003 жылғы Camry 4700 дейді. 2005 жылғы RAV тұр 6000 долларға, е. Тағы қандай қызықтар тұр. Camry тұр мінекей 4500 долларға. Corolla тұр 2010 жылғы 5500 дейді. Yaris тұр мінекей. Prius тұр 2012 жылғы RAV тұр мінекей. 2006 жылғы Camry 4900 дейді. 4700-ге тұр Camry, міне пробегі аз екен. Camry тұр міне 5000-ға. 2012 жылғы 50 тұр 5700 доллар дейді. Қане, осыларды бір ашып көрейінші. Міне 50 2012 жылғы. Бұл 140 мың ғана жүрген екен. Жап жақсы. Бұл қысқасы бұндай арзандау сәл. Бұл salvage title дейді. Яғни бұл соғылып аукционға кеткен 2012 жылғы. Көбінесе Қазақстанға осындайлар барады. Соғылып аукционға кіріп, аукционнан шыққандар, осындай аварийналар. Қазақстан, СНГ-ға баратындар осылар. 5700 деп тұр бағасы 2012 жылға. Мынау 150 мың жүрген екен. Camry, барлығы да керемет дейді, таза дейді. 5300 доллар 2009 жылғы. Жағдай жап жақсы екен. Дисктері ғана қара ұнамай тұр, бірақ іші таза сияқты. 2009 жылғы Camry 150 мың жүрген, 5300 доллар. Мынау 2006 жылғы 5000 доллардай сұрап тұр. Өйткені бұның жүрген пробегі аз екен, 150 мыңдай ғана. Сол үшін сияқты. Мынау 35, 35 екен. Барлығы тамаша дейді. 5000 доллардай сұрап тұр. Мынау RAV 4 2012 жылғы. Жағдай жап жақсы, барлығы тексерілген, керемет дейді. 6000 доллар. Yaris тұр міне 2011 жылғы, бірақ 190 мың жүрген екен. Clean title дейді, ешқандай соғылмаған, ештеңесі болмаған дейді. Іші сәл кірлеген, екесік екен. 4200 доллар. Corolla тұр мінекей. Clean title дейді, соғылмаған, керемет, идеальный дейді қысқасы. 2011 жылғы 5500 дейді. Білмеймін, 5500 сәл қымбаттау сияқты, бірақ жұмысқа барып келгенге ары бері шапқылағанға болады. 5500 доллар Corolla. Міне 5200 долларға 2009 жылғы Camry. Ешқандай проблемасы жоқ дейді. 100 мың жүрген дейді. Жағдайы деген керемет деп тұр. Yaris тұр міне 2007 жылғы 4,5 мың доллар. Ешқандай проблемасы жоқ, керемет жағдайы дейді. Жұмысқа ұшып отырып барып келеді дейді. Міне Yaris тұр. Мынау Clean title екен. Бағасы өте жақсы деп ойлаймын. 5400 доллар 2015 жылға. Бамперінде ғана кішкене несі бар дейді. Міне көріне ма, сәл бір нәрсе царапинасы бар. Бамперін бояп жіберуге болады. Іші қара екен.
осы Яристі міне әп-әдемі 2015 жылғы 5,5 мың доллар. Бұның арзан болған себебі пробегі 200 мыңға жақындап қалған. Бұл жақта Америкада 150 мыңнан кейін машинаның бағасы қатты түсіп кетеді, 200 мыңнан кейін тіпті түсіп кетеді. Мынау қазір 200 мыңнан асса, бұл 4 мың доллардан айналып 4,5 мың доллар бола бастайды бағасы. Prius тұр міне 2010 жылғы 4400 доллар. Camry 2009 жылғы. Міне Camry 2016 жылғы дейді. Бағасы 5 мың доллар. Неге олай екенін көрейік. Venza дейді міне әп-әдемі. 5300 долларға Camry. Мысалы міне Camry тұр Clean дейді. Мына машина ешқандай проблемасы жоқ дейді. Бірақ бұның пробегі 300 мыңға жақындап қалғаннан кейін 275 мың. Мынау 2016 55 дейміз ба, не дейміз? Сол үшін бұның бағасы арзан. 5 мың долларға сатамын дейді. Ешқандай проблемасы жоқ дейді, бірақ пробегі көп дейді. Міне Қазақстанға көбінесе осындайларда келеді. Көрдіңіз ба? 2016 жыл Camry 5 мың доллар. Бұның пробегін 300 мыңдай пробег, 270 бұны Қазақстанға, мысалы Россияға, сонда СНГ-ға пробегін 100 мың, 110 мыңға айландырады да, бұны артқа қарай сөйтіп апарып сатады. Міне Америкада 100 мың ғана жүрген деп. Бірақ біздегі шын пробегі 300 мың, 5 мың доллар. Егер таможня болған арзан болғанда, бұны апарып Қазақстанға 7-8 мың доллар, 10 мың долларға сатса қандай жақсы болар еді. Халыққа да ыңғайлы болар еді. Міне тағы біреуі 2012 жылғы 5500, 200 мыңда жүргеннен кейін бұның да бағасы арзан. 50 Camry. Мынау Venza тұр міне. Бұл да керемет жағдайы дейді, ешқандай проблемасы жоқ дейді. 5500 доллар. Себебі бұл 200 мың жүріп тастаған міне. 200 мың жүргеннен кейін бұл жақта машиналардың құны бірден төмендеп кетеді. Sienna тұр міне, минивэн. Сырлығаны бар екен. 5600 доллар дейді міне, көрсеңіздер. Есігінде жаңа сырылған болды ғой. Міне, мына жерінде есігінде сырылғаны бар екен. Сол үшін 5600 доллар. Қысқасы осы, мынау Camry 5300 доллар. Жағдай жап жақсы екен. Ешқандай проблемасы жоқ дейді. Тек мына орындығын тазалап жіберсең болды дейді. Алып химчистка. Осы 6000-ның айналасына қандай Lexus келеді екен. Соны көрейік қане. 4800 дейді. 2002 жылғы Lexus. Бұл енді түсінікті, ескі. 5000 долларға GX келеді екен. Көріп жіберейік. Маған қызық болып тұр. 2007 жылғы бар екен. 5000 долларға 4900-ге. Мына өтіріктеу сияқты. 2008 жылғы RX бар екен. 5800 доллар дейді. Мысалы гибрид бар екен. 5500 долларға гибрид Lexus бар дейді. Мында көріп тұрмын. Варианттар көп. 2008 ES бар 5600 долларға. Міне бағалар деген. 2004 жылғы 5000 долларға. Қысқасы 5000 долларға көтерсек, жаңағы немізді, бағамызды, 5000 айналасына өте жақсы Lexustар алуға болады. Мінекей 2005 жылғы 4400-ге алуға болады екен. Міне 2008 жылғы 5900 дейді. Әрине бұл енді түседі ғой. Бұл енді нақты бағасы емес деп ойлаймын. Себебі кез келген жеке адам ол саудаласуға дайын. Мысалы 2008 жылғы ES 4500 дейді. Бұны да көріп жіберейік. RX тұр мінекей 2005 жылғы 2007 жылғы 350 тұр міне. Енді бұлардың барлығын ашсам енді ұқсастау. Қысқасы былай жалпы шолу жасап қарап шығайын. 2001 жылғы тұр міне. Жарайды, ашылғандарды бір көрейікші. Мынау несі бар екен, қандай проблемасы бар. 2006 жылғы GX. Кузовы түп-түзу. Міне капотын бояу керек екен, ұрылмаған. Бірақ қарасаңыз міне капотына күннен ыстық жерде ғой. Несі лак етіп қалған. Бірақ одан басқа міне сиденьясы кішкене жыртылған. Бампері міне, әрине бұның бәрі жасалатын дүниелер. Трансмишн, яғни коробкасында бір не болуы мүмкін дейді. Дұрыс қосылмайды коробкасы дейді. Сонда бір проблемасы бар сияқты. Коробкасын тексеру керек дейді. Енді бағасы 5000 доллар. Коробка болған бір 700 доллар тұратын шығар. Ауыстыра алсаңыз, оны бояйтын болса 7000, 7,5 мыңға мына Lexusты жасап алуға болады. 2007 жылғы Lexusты көрейік.
ES 350, 4950, яғни $5000. Міне іші тәп-тәуір, сырты да әп-әдемі. Мен ешқандай сыртынан олқылық көріп тұрған жоқпын. Жеке адам, себебі міне гараждың алдына қойып сатып жатыр. Әрине ол қашанда алыпсатарлар да қойып сатады, бірақ енді оны ол үшін тексеру керек. Бағасы міне 180 мың жүргеннен кейін 2016 жылы өзім алдым дейді. Ешқандай проблема жоқ дейді. Nothing wrong with it дейді. Екі кілті бар, дөңгелектері де жақсы. Қысқасы, жағдайы өте жақсы дейді. $5000. Міне $5000-ға мынандай көлікті алып сырқырап жүруге болады. Бұл әрине 4900 тағы да түседі деп ойлаймын. Ең азы бір $400 тағы түсіруге болады. Айтайын дегенім, 5000-нің айналасына тәп-тәуір көліктер ала аламыз. Міне ES кожасы да жап-жақсы. 2008 жылғы $5800. Қара немен, бұда не дейді? Барлығы жақсы дейді. Ешқандай техникалық проблемасы жоқ дейді. Бұның айыбы 200 мың жүрген машина, міне. 200 мың жүргеннен кейін бұл 5000, 6000-ға бағасы түсіп қалады бұл жақта көліктердің. Қарасаңыз, міне чек ештеңке жанып тұрған жоқ. Тек қана міне мынау tire pressure, мынау дөңгелектікі болды. Басқа ештеңе жанып тұрған жоқ. 5800, мүмкін 5,5, одан да төмендетуге болады. Жеке адамдармен қашанда саудаласуға болады. Жаңа наличка дейміз ғой, ақша апарғаннан кейін бұлар түседі. Міне мына бұл анау HS 250, бұл гибрид машина, Prius сияқты. Бірақ Lexus жағдайы өте жақсы екен. Жаман ештеңе көріп тұрған жоқпын. Бірақ бұның айыбы 200 мың жүрген, және міне кішірек сырлығаны бар. Бағасы 5500, бұл әлі де түседі. Міне 2008 жылғы ES 200 мыңда жүрген 192, сол үшін арзан. 5600, тіпті орындықтары да жап-жақсы. 2004 жылғы 5000 дейді, Нэшвиллда тұр міне. Мынау енді аздау жүрген екен, 136 жүрген дейді. Менің көзіме жаңбырдан ба боялған сияқты көрініп тұр. Орындықтары жап-жақсы екен. 5999 дейді. Қысқасы сол екі ақ иесі болған дейді. Екі ақ адам айдаған, ешқандай проблемасы жоқ дейді. $5900. Мынау міне жап-жақсы екен, ешқандай проблемасы жоқ. 158 мың жүрген, $4500. Егер біз есептейтін болсақ, $5000 дейікші. $5000 460-тан 2.300.000. Мына машиналардың барлығы сол 2.300.000 айналасындағы көліктер міне. Енді мысалы мен көліктің несін өзгертейінші. Тағы да Мерседеске өзгертіп көрейін, иә. 6000-нің айналасында қандай Мерседес алады екенбіз. Міне 99 жылғы 5000-ға дейді. Не? Мерседес C $6000. 2001 жылғы $4000-ға 130 ғана жүріпті. Мынаның жүргені өте аз екен. Қатты көп емес. 2007 жылғы E тұр міне. Мынау clean title дейді. Бәрі керемет дейді, ешқандай проблемасы жоқ. Бәрі идеальный дейді. Бұның бағасы $4000. Мынау 2007 жылғы проблемасы жоқ, 116 мың ғана жүрген дейді. $5600. Мына көлік міне 5600. Бұл 5000-нан да төмен береді деп ойлаймын, себебі бұлардың сатуы қиын, бұл Мерседестерді. 115 мың, пробегі де аз екен жүрген. 2009 S түріне S-класс 550, 2009 жылғы $5000. Бұлар тіпті өтпейді. 2010 жылғы C-класс міне. Осымен бүгінгі видеоны аяқтайын. Әрине көліктерді көрсетіп, айтып таусалмаймыз. Келесі бөлімде күтіңіздер, және осы сияқты көлікке байланысты контент ұнаған болса, әрине бас бармақты бас жіберіңіздер, каналға жазылыңыздар, және
нақты сұрақтарыңыз болса комментке жазыңыздар, мен барлығын оқып жауап беруге тырысамын. Енді келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар, және қай жерде жүрсек те ұмытпай қазақ екенімізді мақтан тұтайық және қазақша сөйлейік. Аман есен болыңыздар.